إبراهيم عليه الصلاة والسلام. İbrahim oğan Allah'tın igiligimen selemi bolsun. إبراهيم هو أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İbrahim aleyhisselam paygambarlar men elçilerдің atası dep ataladı. ما معنى أبو الأنبياء والرسل؟ Elçiler men paygambarlardың atası деген сөздің мағынасы не? لم يأتي نبي ولا رسول بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Yani İbrahim aleyhisselamdan keyingi kelgen paygambarlar men elçilerдің ішінде yani sol İbrahim aleyhisselamның urpağынан bolmagan ешбір пайғамбар да елші де жоқ. تفرع من إبراهيم فرعين ابنين. نعم. İbrahim aleyhisselamнан екі ұл болды. إسحاق Birincisi İshak aleyhisselam, وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. әрі екіншisi İsmail aleyhisselam. نعم. إسماعيل لم يأتي نبي بعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي نبي ورسول. İsmail aleyhisselamның ұрпақтарының ішінен пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламнан басқа әлде бір пайғамбар болған емес. Яғни Исмаил мен Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның арасында ешбір пайғамбар болды. نعم. هنا إسحاق يعقوب يوسف أخوة يوسف ثم هارون موسى داود سليمان إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. Ал نعم. Исхақ алейхисаламның ұрпақтарынан Яқуб, Юсуфтың бауырлары, Муса алейхисалам, тіпті Харун, Харун, داود Сулейман, سليمان. тіпті Исаға дейін пайғамбарлар мен елшілердің барлығы осы Исхақтың ұрпағынан шықты. نعم. هذا الفرع جاء منه بني إسرائيل. Міне Исхақтан Бәни Исраил деген не ұрпақ тарады. عندما لم يقوموا بالنبوة والرسالة وكذبوا وقتلوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ليس الكل، البعض، انتقلت النبوة والرسالة من الفرع الأول إلى الفرع الثاني إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. İbrahim aleyhisselamның ұрпақтарының ішіндегі мынау бірінші бөлігі Исхақтан тараған ұрпақ елшілікке және Аллах тағаладан жіберілген кітаптарға деген қамқорлығы енді барлығынікі емес, кейбіреуінікі осындай дұрыс болмағаннан кейін, нашар болғаннан кейін Аллах тағала осы елшілікті осы бірінші бөліктен, яғни Исхақ алейхисаламның ұрпақтарынан екінші бөлікке және Исмаил алейхисаламның ұрпақтарынан, яғни пайғамбарымыз Мұхаммадқа ауыстырды. هو إمام الحنفاء. الحنيف هو الذي يقبل إلى الله يبتعد عن الشرك، دائما يرجع للتوحيد ويبتعد عن الشرك. نعم. Әрі Ибрахим алейхисалам сондай-ақ ханифтардың имамы деп аталады. Ханиф деген кім ол? Ханиф деген ол Аллахтан басқа құлшылық етілетін барлық нәрседен бет бұрып, тек қана жүзін Аллах тағалаға бұрған адам айтылады. Яғни ол үнемі өзін бір құдайшылыққа бұрып отырған. Яғни үнемі бір құдайшылыққа, таухидке бет бұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Халилуллах. Ол Аллах тағаланың ең сүйіктісі, халилі болып табылады. ما معنى الخليل؟ Халил деген не ол? مغناص не? القلب مملوء بمحبة الله، ما يمكن يدخل أحد. يعني أنت عندك كاسة مليانة ماء، تستطيع تضع نقطة؟ لا تستطيع. هذا قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه خليل مملوء بمحبة الله، ما يدخل أحد. Шейх айтады, халил деген сөздің мағынасы оның жүрегі Аллах тағалаға деген сүйіспеншілікке, махаббатқа толы болғаны соншалықты оған басқа ешбіреудің орны жоқ ол жүректе. Басқа біреуге деген махаббатқа орны жоқ. Егер сен әлде бір кесеге суды толтырып құятын болсан, оған тіпті бір тамшы су сыймайтындай етіп, дәл сол сияқты оның да жүрегі Аллах тағалаға деген махаббатқа толы болған. أنا أقول لك كيف. Қалайша екендігін мен саған айтайын. إسماعيل كبر. Исмаил өсті. وأصبح يمشي مع والده مع إبراهيم عليه السلام. Әрі ол өзінің әкесімен Ибрахим алейхиссаламмен бірге жүретіндей болды. هذا الوقت الذي يفرح فيه الأب
بأن الولد أصبح الشاب نعم يمشي معه. Бұл сондай бір керемет уақыт, әрбір әке өзінің баласы міне осындай, яғни өсіп қасында жүретіндей болғанымен бір қуанатындай, мақтаныш ететіндей уақыт болып табылады. فالله سبحانه وتعالى من حكمته اختبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل محبة إسماعيل دخلت أو هو خليل قلبه مملوء بمحبة الله وما دخل إسماعيل في المحبة. نعم. Әрі сонда Алла тағала Ибрахим алейхиссаламды өзінің даналығымен сынауды қалады. Ибрахим алейхиссаламның жүрегіне Исмаилға деген махаббат кірді ме, кірмеді ме деп. فرأى في المنام أنه يذبح إسماعيل. Әрі Ибрахим алейхиссалам сол кезде өзінің түсінде ол Ибрахимді бауыздап атқандығын, яғни құрбан шалып атқандығын көрді. ورؤيا الأنبياء حق يعني لا بد ينفذ هذا أمر من الله. Әрі пайғамбарлардың көрген түсі ол хақ болып табылады, шындық болып табылады, және міндетті түрде орындалу керек. ماذا صنع؟ Енді не істейді? جاء إلى إسماعيل Әрі ол Исмаилға келді, وذكر له الرؤيا. және оған өзінің көрген түсін айтып берді. لماذا؟ Не үшін? لماذا لم يأخذ سكين ويذهب ويذبحه؟ Не үшін ол пышақты алып, баласын алып, бірден бауыздай салған жоқ, құрбан шала салған жоқ? لسببين. Екі себепке сәйкес. الأول حتى لا يتفاجأ إسماعيل يهيئ لهذا. Біріншіден, Исмаил қорқып кетпеу үшін, яғни оны осыған дайындау үшін. وأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إسماعيل أيضا يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى كما سلم إبراهيم. Әрі Ибрахим алейхиссалам өзінің Аллахқа мойынсұнғаны сияқты өзінің ұлы Исмаилдің де өзінің қалауымен мойынсұнғанын қалады. هذا المسلم يسلم لأوامر الله. Міне осылайша мұсылман адам Аллах тағаланың әміріне, әрбір әміріне және барлық әмірлеріне мойынсұнады. فلما أراد يذبح إسماعيل وضع وجه إسماعيل على الأرض لأنه لو رأى وجهه ممكن إيش يحله فوضع وجهه على الأرض حتى لا يراه. نعم شوف الخليل. نعم. Әрі Ибрахим алейхиссалам Аллахтың халилі. Ол өзінің ұлы Исмаилді құрбан шалғысы келген кезде Исмаилдің бетін, жүзін, маңдайын жерге қаратып шалуды қалады. Не үшін? Өйткені ол Аллах үшін өзінің ұлын құрбандыққа шалған кезде оның жүзін көріп, жүрегіне әлде бір нәрсе кірмеу үшін. إذن Демек, خليل ол Аллах тағаланың لم تدخل محبة إسماعيل عليه السلام. Демек, Аллах тағаланың сынағынан ол өтті. Оның жүрегіне, яғни Аллахқа деген махаббатқа толы жүрегіне Исмаилға деген махаббат кірмеді. نعم. إبراهيم عليه السلام كتاب الصحف. Ибрахим алейхиссаламға түсірілген кітап бұл сухуф деп аталар, яғни парақтар деп аударамыз біз. مهنة إبراهيم عليه السلام. Ибрахим алейхиссаламның табыс көзі не болды? بناء البناء. Ол не дейді? Мынау құрылысшы болды. أعظم بناء اختاره الله بأن يبني الكعبة. Әрі Аллах тағала Ибрахимге ең ұлы ғимаратты салуды нәсіп етті. Ол Кағба. حتى الحجر الذي قام عليه إبراهيم يراقب البناء بقي عند البيت عند الكعبة. Әрі тіпті Ибрахим алейхиссалам соған өзінің аяғын қойып, Қағбаны көтерген тас бүгінгі күнге дейін Қағбаның алдында сақтаулы. نعم. ونحن الآن عندما نأتي نطوف ونسعى ونحج نتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Әрі біз бүгін Аллах тағаланың қасиетті үйіне келіп, Қағбаны тауап жасаған кезде, және Сафа мен Маруаның арасында жүрген кезімізде, кез келген осы умрада жасалатын немесе қажылықта жасалатын іс-әрекеттерді орындаған кезде Ибрахим алейхиссаламды есімізге аламыз. آية إبراهيم عليه السلام. Ибрахим алейхиссаламға берілген аят. من آياته أن أنجاه الله من النار. Оған берілген аяттардың қатарында Аллах тағала оны оттан сақтап қалғандығы. لكن عندما أنجاه الله من النار ما آمن به أحد إلا لوط عليه الصلاة والسلام. لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني إبراهيم عم لوط.
әрі Алла тағала Ибрахим алейхисаламды оттан құтқарып қалғаннан кейін оған Лут алейхисаламнан басқа ешкім иман келтірмеді. Ал Лут алейхисалам кім болды Ибрахим алейхисаламға? Лут алейхисалам Ибрахимнің ағасының баласы еді. Яғни Ибрахим алейхисалам Лутқа қатысты оның көкесі болды. وسارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Әрі Ибрахим алейхисаламға иман келтірген оның әйелі Сара анамыз. سارة هي أم إسحاق عليه الصلاة والسلام. Сара алейхиссалату вассалам ол تقول رضي الله عنها أحسن. نعم. яғни Сараны атаған кезде ол туралы радиаллаху анху, яғни Аллах оған разы болсын деп айтқан жақсырақ болып табылады дейді шейх. Жазакумуллах хайран шейхна. Ол Исхақ алейхиссаламның анасы болып табылады. الزوجة الثانية هاجر وأنجبت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. Ибрахим алейхиссаламның екінші әйелі ол Хаджар анамыз болған. Аллах оған разы болсын. Әрі ол إسماعيل عليه السلام كتير. الله سبحانه وتعالى أعطى إبراهيم قوة المناظرة المحاجة. نعم. әрі Алла тағала Ибрахимге пікірсайыс жүргізудің, яғни пікірталас жүргізудің сондай бір күш қуатын берді, сондайдың бір құдіретін берді. هاجر من العراق في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الهجرة. هاجر من العراق إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مصر ثم عاد إلى فلسطين وكان يأتي مكة ويرجع. نعم. Ибрахим алейхиссаламның жасаған көшулері, яғни хижралары. Ең алдымен ол Ирактан қазіргі Палестина жеріне көшті. Содан кейін Палестинадан Мысыр жеріне көшті. Содан кейін Мысырдан қайтадан Палестина жеріне көшті. Содан кейін Палестина мен Меккенің арасында жүріп отырды. والله أعلم. Ал Аллах бұл туралы